Саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және студенттер. Сіздерге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының философия докторы PhD Омытбаева Жанат Әбдімановна бүгін бізде мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық даму пәнінің жалпы 12-ші дәрісі. Дәрістің тақырыбы мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі жарық және ауа жылыту тәртібіне қойылатын гигиеналық талаптар. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі мәселелеріміз мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде, яғни ұйымдарында жарық және ауа жылыту тәртібіне қойылатын гигиеналық талаптар, мектепке дейінгі мекемеде жиһаздар мен жабдықтарға қойылатын гигиеналық талаптар, ойыншықтарға қойылатын гигиеналық талаптар. Жалпы дәрістің мақсатына келсек, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың денсаулығын сақтау, оларды қолайлы жағдай жасау. Келесі слайдта қарастырғандай, жалпы мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі жарық және ауа жылыту тәртібіне қойылатын гигиеналық талаптар. Жалпы мектеп жасына дейінгі балалар көп уақытын осы балабақшада ғимарат ішінде өткізеді. Сондықтан да мектепке дейінгі ұйымдағы жарық және ауа сапасы олардың денсаулығына және дамуына тікелей әсер етеді. Дұрыс жарықтандырылған және таза ауа айналымы бар бөлме балалардың көз көру қабілетін, зейінін шоғырландыруға және шаршауын азайтады. Біріншіден, табиғи жарықтандыруға қойылатын талаптар. Ойын, оқу бөлмелерінің терезелері, яғни оңтүстікке шығыс немесе шығысқа бағытталуы ұсынылуы керек. Ал терезелер бөлмелері толық жарықпен қамтамасыз етілуі керек. Олардың ауданы еден жалпы алғанда 1/4, 1/5 бөліну кем дегенде болуы қажет. Жарық бөлмеге түсті жалпы терезедегі перделермен, жабық сәнді заттармен көлеңкелеп қоюға болмайды. Терезе әйнектері үнемі таза болуы тиіс. Жасанды жарықтандыруға қойылатын талаптар. Бұл шамдардың түрі, энергия үнемдейтін LED шамдары қолданылған дұрыс. Жарық ағыны жалпы алғанда топтық бөлмелерде 300 ваттық болу керек. Ал ойын жаттығу бөлмелерінде 250-300. Жатын бөлмелер 50-100. Ал дәліздерде 50-75 жарықтық болу керек. Санитарлық топтарда 50-75. Жалпы алғанда ауа және жылыту, микроклимат талаптары, бұл жерде ауа айналымы үздіксіз болу үшін бөлмелер үнемі бірнеше рет желдетіліп отыруы тиіс. Егер табиғи желдетілу жеткіліксіз болса, механикалық желдеткіштер арқылы немесе ауа алмастыру жүйелері орнатылуы қажет. Балалардың тыныс алу жолдарына зиян келтірмеу үшін бөлмедегі температура 20-24 градусты болғанды құп көреді. Жалпы күн сайын топ бөлмелеріне кемінде 5-10-15 минут желдетілу жұмыстары жүргізген дұрыс. Ұйқы алдында жатын бөлмелер міндетті түрде желдетіледі. Ауа алмасу жылдамдығы. Жалпы бұл жерде суық мезгілде балалар жоқ кезде ауаның ішін, яғни бөлменің ішін желдетіп отыруды қажет етеді. Ауаның тазалығы мен қауіпсіздігі. Ауада шаң, иіс, түрлі заттардың дезинфекцияның жалпы болмауы қажет иістері. Ауа тазартқыштарды қолдануға рұқсат етіледі, бірақ балаларға қол жетпейтін жерде. Ал микроклиматтық бақылау. Бұл бөлмелерде термометр. Жалпы бұл жерде гигромет, яғни термометр өте жақсы болуы керек. Көрсеткіштер күн сайын тексеріліп, арнайы журналға жазылуы қажет. Ал келесі слайдта көрсетілгенде жалпы ауа температурасы бойынша
келесі осы слайдта қарастырылған. Бұл жерде мектепке дейінгі ұйымда жиһаздар мен оның жабдықтарға қойылатын гигиеналық талаптар бар. Жалпы біріншіден гигиеналық талаптар, жиһаздар баланың жас ерекшелігі мен оның бойына сәйкес таңдалуы тиіс, материалдар қауіпсіз, жалпы санитарлық өңдеуге төзімді болу керек, жиһаздың беттері тегіс, бұрыштары, дөңгелектері жалпы жарақат түсірмейтіндей болу керек. Жиһаздарға қойылатын жалпы жиһаздар кедергі келтірмеу керек. Бөлмеде дұрыс орналасуы қажет. Барлық жиһаздар жеңіл, жалпы алғанда бірыңғай болу керек. Ал балалар үстелдері мен орындықтары өлшемдері талаптарға сәйкес болу керек. Үстел мен орындық баланың бойына сай болу қажет. 2 мен 3 жастағы ерекшеліктеріне қарай таңдалынады. Жиһаздың биіктілігі санитарлық нормаларға сәйкес мөлшерленеді. Ол жаңағы төсектер, жатын бөлмесі, жиналмалы немесе стационарлы төсектер болуы мүмкін. Бұл жерде төсектің биіктігі баланың оңай жатып тұруына ыңғайлы болу қажет болады. Төсек матрасы тығыз, жаңағы үсті алынбалы матадан қапталған болу керек. Әр балаға жеке төсек, жабдық, жастық, көрпешесі болу керек. Жабдықтар бұл апта сайын жуылып, күнделікті желдетіліп отыру керек. Төртіншіден, шкафтар және сақтау орындары бұл әр балаға жеке киім шкафтарымен қарастырылған. Бұл жерде шкафтарда ауа айналымына байланысты ойықтар бар. Тұрмыстық және ойыншық жабдықтары сақтайтын шкафтар бұл бөлек. Шкаф жаңағы қол жетімді, оңай жерде орналасу керек. Ойын және дамыту жабдықтарына арналған барлық ойыншықтар қолайсыз, яғни қауіпсіз материалдан жасалынуы керек, сынбайтын болуы тиіс. Ойын жабдықтары балалардың жасына сай, өткір, бұрышсыз жасалуы керек. Ал ойыншықтары аптасына кемінде 1 рет жуылып, өңделеді. Дамыту жабдықтарының бөлшектері ұсақ болмауы тиіс. Егер 3 жасқа дейінгі балада болса, ол міндетті түрде қарастырылуы керек. Спорттық және қозғалыс жабдықтары, бұл жерде спорттық кешендер берілген. Сырғанау, жалпы сырғанап кетпеу керек балалар, қол тайғанақ болмау керек, еден материалдардың барлығы сапалы болу керек. Ойын алаңындағы жабдықтар тепе-теңдікті, баспалдақты, ондай болмау қажет. Баланың бойына және жас ерекшеліктеріне сәйкес таңдалады. Қауіпті аймақтарда бұл сақталу қажет. Және де асхана жиһаздары, асхана үстелдері мен орындықтары және жас ерекшеліктеріне сай биікте болуы тиіс. Үстел беті ылғал өткізбейтін, тез жуылатын материалдан жоспарланады. Асхана жиһаздары тұрақты болуы қажет. Және де санитарлық талаптарға сәйкес бұл жерде жалпы барлық жиһаздар күн сайын сүртіліп, дезинфекциялау жұмыстары ережелері жүргізілу керек. Жиһаздардың артықшылығы желдету немесе еркін қозғалысты қамтамасыз етуге кедергі болуы мүмкін. Артық болмауы керек. Бұл жерде қауіпсіз талаптар, электр жабдықтары мен розеткалар, жалпы балаларға қол жетпейтін жерде болуы керек. Металл бөлшектері, тот баспайтын, беріктігі жоғарғы материалдардан жасалынады. Жиһаз қабырғаға сенімді бекітілуі керек. Бұл шкаф, сөрелер, тағы басқа заттар. Келесі біздің слайдымызда қарастырылғандай, жалпы мектепке дейінгі ұйымдарда қызметін реттейтін нормативтік құжаттардың тізімі тұр. Бұл жерде мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитарлық, эпидемиологиялық талаптар, санитарлық қағидалар, бұл жерде сілтемесі беріліп тұр. Сондай-ақ мектепке дейінгі орта білім беру ұйымдарының, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарының жабдықтармен және жиһазбен жабдықтау нормаларының сілтемелері, қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар, санитарлық қағидалар
нормалардың сілтемелері жалпы қарастырылған. Мектепке дейінгі ұйымның қызметіне реттейтін нормативтік құжаттардың сілтемелерін ашып көрсеңіздер болады, танысу мақсатында. Келесі ойыншықтарға қойылатын талаптар. Бұл жерде ойыншықтарға қойылатын талаптарда жалпы алатын болсақ, ойыншықтар балалардың дамуына үлкен ықпал етеді, бірақ олардың сапасы мен қауіпсіздігі де маңызды рөл атқарады. Сапасыз ойыншықтар улануға, аллергияға немесе жарақат алып келуге қауіп төндіруі мүмкін. Ойыншықтарға қойылатын негізгі талаптар ойыншықтардың химиялық құрамында зиянды заттардың болмауы. Ол ойыншықтардың беткі қабаты тегіс, сынбайтын, жыртылмайтын немесе ұсақ бөлшектерден тұрмайтын болу керек, яки болмаса жұмсақ ойыншықтарды шаң жинайтын және де гипоаллергенді материалдардан жасалынған жөн. Ойыншықтардың түсі ұзақ уақыт қолданғанда өшпеу керек және улы бояулар қолданылмауы тиіс. Барлық ойыншықтар сертификатталған және санитарлық талаптарға сәйкес болып көрсетілген. Сондай-ақ бұл жерде ойыншықтарға қойылатын талаптардың түрлері бар. Ал ойыншықтарға қойылатын талаптардың түрлеріне тоқталсақ, ойыншықтар арқылы балалар өз сезімін білдіріп, қоршаған ортаны зерттей бастайды. Балалар ойыншықтардың қасиетін атай білуге, оларды дұрыс ойын барысында дұрыс қолдана білуге үйренеді. Ойыншықтарға мейірмен, ұқыптылықпен дағдылану қалыптаса бастайды. Ата-аналардың балаларына ойыншық таңдауда құзыреттіліктері артады. Сондай-ақ ойыншықтардың түрлерін жүйелі түрде тізім қарастырып тұр. Бұл жерде конструктивтік құрастыру ойыншықтары, құрастыру ойыншықтарына бізде лего деп жатамыз, блоктар, мозаикалар, магниттік конструкторлар, кірпіштер, кубиктер, механикалық ойыншықтар, көлік, тағы басқа модельдер жатқызуға болады. Ал дамытушы ойыншықтар логикалық ойындар. Оған пазлдар, лабиринттер, санауға түстері бар, пішіндері бар, және де ойын сенсорлық ойыншықтар, фигуралар, материалдар болып келді. Ал рөлдік ойыншықтарға біз қуыршақтарға арналған жиынтықтар, ас үй құралдары маркеттері, дәрігер, құрылысшы, шаштаразшы, үй жануарлары және жабайы жануарлардың фигуралары, қозғалыс белсенділігін дамытатын ойыншықтарға көбінесе доптар, серіппелер, яғни секіртпелер, обручтар, сондай-ақ балаларға арналған тепе-теңдікке сақталынатын ойыншық құралдарын қолдануға болады. Ал музыкалық ойыншықтарға барабан, сылдырмақтар, дабылдар, музыкалық орталығымен ойналатын ойыншықтардың түрлері бар. Ал енді жұмсақ ойыншықтар көбінесе біз балаларды, кішкентай жастағы балаларға бермейміз. Аю, қоян, жануар, бұлар жастық ойыншықтар. Бұның барлығы балалар үшін 2 жастағы, 1-2 жастағы балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, ауызға салу қаупі болады. Сондықтан мектепалды даярлық, яғни 3 пен 6 жастағы балалардың топтарында болуы мүмкін. Ал техникалық ойыншықтар, машиналар, жүк көліктер, ұшақ, кеме деген сияқты ойыншықтардың түрлері. Сондай-ақ 8-ші бізде бұл жерде үстел ойындары бар. Домино, лото, қарапайым стратегиялық ойындар, карточкалар бар. Ал сюжеттік театрланған ойындарға бұл қуыршақ, маскалар, бетперделер, саусақ театрларын қолдануға болады. Ал танымдық ғылыми ойыншықтарға микроскоп, балаларға арналған ғылыми тәжірибеге жиынтықтар, планшеттер, интерактивтік кітаптар, тағы да басқаларын. Ал су, құмға арналған, бұл жерде арт-терапия деп көрсетеміз. Көп жағдайда арналған ойыншықтарға шелек, сол су және де сол құммен сурет салу мүмкіндіктері бар. Электронды интерактивті ойыншықтар, роботтар, сөйлейтін ойыншықтар, осылардың бәрі қамтылады. Ал жалпы бүгінгі 12-ші дәрісті қорытындылайтын болсақ, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы жарық, ауа сапасы
климаты, жиһазы және ойыншықтарға қойылатын гигиеналық талаптар балалардың денсаулығын сақтау мен олардың үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді. Ең маңызды факторлар болып табылады. Бұл балалардың, яғни көп бөлігін ғимарат ішінде өткізуіне байланысты. Білім беру ортасының санитарлық жағдайын қауіпсіз әрі қолайлы болуы бұл тәрбие мен оқытудың тиімділігін арттырады. Дұрыс ұйымдастырылған табиғи және жасанды жарықтандыру бұл балалардың көру қабілетінің қалыпты дамуына, зейіннің тұрақтануына және шаршаудың алдын алуға мүмкіндік береді. Терезелердің оңтайлы орналасуы, жалпы біркелкі таралған жасанды жарық бұл мектепке дейінгі ұйымның негізгі санитарлық нормаларының бірі. Ауа сапасы мен микроклиматты сақтау балалардың тыныс алу мүшелерінің яғни қорғаудың маңызды шарттары болады. Бөлмелердің тұрақты желдетілуі, температура мен ылғалдылықтың санитарлық нормаларға сай болуы, сондай-ақ таза ауамен қамтамасыз ету балалардың жалпы иммунитеттік жоғарылауына, суық тиюге, ауруға, микробтардың алдын алуға өте көп септігін тигізеді. Сондай-ақ осы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы жалпы балабақша аумағы, оның құрылымы, оның ішкі жаңағы құрылысының барлығы баланың жағдайына сәйкес, баланың еркін жүріп тұрып білім алып тәрбиеленуіне қолайлы орта болуы керек. Сондықтан да ұйымдастырылған әрбір жаңағы балаларға арналған бөлмелердің барлығы стандартқа, талаптарға сәйкес орналасып, ол жерде бала өзін қауіпсіз, еркін түрде дамуына жағдай жасалынуы қажет. Бүгінгі жалпы 12-ші дәрісті тыңдағандарыңызға көп рахмет. Дәрістің соңында жалпы бақылау сұрақтары берілген. Бақылау сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.